Аутизм диагнозы туралы қысқаша мәлімет бермекшімін. Көптеген ата-аналар баласы қалыпты дамып келе жатып, 1-2 жастан асқаннан кейін бұрынғы сөйлеп жүрген сөздерін сөйлемей қалды. Bir атын шақырсаң қарамай қалды. Көп нәрсеге жаңағы қызығушылығы болмады деп келіп жатады. Міне бұл аутизм балалардың 1 жастан 2 жас аралығында диагноз қоюға мүмкіндік беретін клиникалық белгісі болып есептелінеді. Балалардың аутизм ауруын келтіріп шығаратын негізгі себептер жүктілік кезінде ананың вируспенен жатыр ішінде инфекциялануы, босану кезіндегі жарақат, босану кезіндегі тұншығу, жүктілік кезіндегі тағамдану барысындағы химиялық синтетикалық қосылысы бар тамақтарды көптен пайдалану, экологиялық ортаның қазір бұзылуы, генетикалық көбінде пайдаланатын сабындарымыздың өзі бұрын апаларымыз сексеуілдің чоғыменен қара сабын жасап беретін, қазіргі базардан сатып алған көптеген генетикалық сабындардың құрамында химиялық заттар көп болғандығы себепті іштегі балаға тікелей әсер етеді. Жүкті әйелдердің денсаулығына әсер ететін сыртқы факторлардан тыс көңіл күйіне де байланысты. Жүктілік кезінде дұрыс тамақтану керек, көңіл күйі жақсы болу керек, ұйқысы дұрыс болу керек. Ондай болмаған жағдайда баланың қалыпсыз туылуына себеп болып есептелінеді. Аутизм диагнозы орталық жүйке жүйесінің зақымдар болуынан болатын неврологиядағы негізгі диагноздардың бірі болып есептелінеді. Аутизм балалар осы дүниемен ешқандай қарым-қатынасы болмайды. Өзінің өмірі болады. Айтқанды түсінбейді, ойыншықпен ойнамайды, балалармен қосылып ойнамайды. Айтқан команданы, нұсқаулықтарыңызды орындамайды. Сол себептен бұл бірден-бір қоғамға және ата-аналарға үлкен салмақ түсіретін науқас болғандықтан алдын алу және емдеуді ерте қолға алынса нәтижесі жақсы болады. Неврология саласында 30 жылдан асқан тәжірибе негізінде ерте 2 жастан бастап емделген балалардың 35% қалпына келіп жақсы өмірге бейімделді. Ал 60%-да 75%-на дейін қалпына келіп қалыпты мектепке барған жағдайларда көп кездеседі. Біз бұл аутизм балалардың қандай жақсы болғандығын білуімізге болады. Көптеген ата-аналар келеді, психотерапевт дәрілерді көп пайдаланып келеді. Келгеннен кейін бар біз емдегенде біздегі нәтиже ондай көрнекті болмайды. Егер психотерапевт дәрілерді көп қолданылмай келген жағдайда біздің медициналық әлеуметтік сақтандырумен емдегенде емдеу нәтижесі көрнекті болады. Емдеудің 2-3 курс, 4-5 курсынан асқаннан кейін балалар айтқанды түсіне бастайды. Жеке сөздерді сөйлейді, 2 ауыз сөзді қосып сөйлей бастайды, ортаға бейімделеді, балалармен қосылып ойнайды, ойыншықпен ойнай бастайды. Және айтқан командаларды, нұсқаулықтарды орындай бастайды. Және айта кететін, аутизм балаларға, ЗПР балаларға қарағанда тіптен көп көңіл бөлуге тура келеді. Аутизм балаларды диагноз қою негізгі жақтан детский психотерапевттердің құзырында. Біз невропатологтар тек кеңес береміз, детский психотерапевттерге жібереміз. Олар ең соңғы диагнозды детский психотерапевттер қояды. Бірақ емдеу нәтижесіне келгенде емдеу тәсілі детский психотерапевттер негізгі психотерапевт дәрілерменен емдейді дағы, ал біз олай емес, шөп дәрілерменен, егілі терапиямен, емдеу аппаратыменен және басқа да емдеу тәсілдеріменен емдейміз. Сол себептен құрметті ата-аналар, балаларыңыздың егер осындай аурумен ауырған жағдайда ертерек емдеткізсеңіздер, емдеу нәтижесі жаман болмайды. Көптеген невропатологтар, психотерапевттер сізге осы диагноз қойылды, өмір бақи бұл алынбайды. Сол себептен психотерапевт дәрілерге тәуелдісіңдер деген кеңесті айтып жатады. Өмір тәжірибесінде көптеген шетелдерде де ғылыми мақалаларымызда дәлелдеп жазып та жүрміз. Емдесе нәтижесі болады. Қоғамға өмірге бейімдеуге әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. Балалар ауырмасын, ауырған балаларды ертерек диагноз қойып, ертерек орталықтарға келіп емдеткендеріңіз жөн болады.